интернет алаяқтықты ашу ол өте күрделі процесс. Яғни бұл жерде қылмыскерлер шекара таңдамайды. Әлемнің кез келген жерінде болуы мүмкін. Сонымен алайда біз бұндай қылмыстармен қазіргі таңда арнайы бағдарламаларды қолдану арқылы қылмыскерлерді әшкерелеудеміз. Статистикаға сүйенетін болсақ, былтырғы жылы 6000-нан аса қылмыс интернет алаяқтық ашылған болса, 1750 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылған болатын. Ал енді осы биылғы жылы 3 айда 447 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Бұл дегеніміз біз қазіргі таңда алаяқтармен күресу барысында жан-жақты тек қана ішкі істер министрлігі емес, бұл жерде атап өткім келеді, басқа да уәкілетті мемлекеттік органдар бар, IT саласындағы әріптестеріміз, банк өкілдерінің қызметкерлерімен барлығымыз бірлесіп жұмыла күресіп жатырмыз, нәтижелері бар.